Мен әкемді кішкентайынан білемін. Ол әйел құмар еді. Шешемнің көз жасын көріп өстім. Талай түндері анамның "Сенің әкең басқа әйелдерге барады. Сенің әкең" деп жылағанын еститінмін. Нақты жасым есімде жоқ. Ол кездері мен мектеп жасында бала едім. Әкемнің көйлегіндегі бөтен еріннің далабы, бөтен әйелдің иісі бәрі көз алдымда. Сол қасіреттен анам ауру болып, мен жігіт болып өсіп қалғанда өмірден өтті. Мен ол кезде әкемді сыйлайтынмын. Ешбір жаман қылығын көрмеп едім. Бір күні досыммен кездестім. Досым маған біртүрлі күліп тұрып: "Әй, анау қызды білесің бе? Өзі сондай сұлу, бірақ кез келген жігітке бере салады. Қазақ көрсең барып көрші" деді. Оның сөзін естігенде ішімде біртүрлі от тұтанды. Еркек болған соң ондай әңгімені естігенде бейжай қала алмайды екенсің. Мүмкіндікті жіберіп алмайын деп кездесуге келістім. Қызбен бір-екі ауыз сөз айтып танысқан соң ол ернін тістеп күлімдей бастады. Кешкісін қызды көлікке отырғыздым. Түнгі шамдардың жарығында ол одан сайын ажарланып көрінді. Үстінде қара қысқа белдемше, көйлегінің алдыңғы жағы кеудесі қымтап тұрғанмен, түймелері сәл ғана ашық тұрғандықтан әппақ дірілдеп тұрған екі анары көзге оттай басылды. Бір кезде ол маған жалт қарап: "Сен маған ұнайсың" деді күлімсіреп. Қыздың қарақаттай көздері от шашып, жүзі нұрланып кеткендей болды. Оның құшақтап алғым келді, бірақ үлгермедім. Өзі бірден жақындап, қолын менің санымнан жоғары сырғытып, шалбарыма, әуретті жеріме жүгіртіп сыйпай бастады. Демім қысылып қалды. Не істеп жатырсың" деп күлдім. "Саған тигім келеді" деді ол еркелеген даусымен. Жүрегім дүрсілдеп, бүкіл тәнім отқа оранғандай болды. Ол менің реакциямды күткендей бір сәтке көзін тайдырып, сосын батыл қимылмен көйлегінің түймелерін ағыта бастады. Түймелерін бір-бірлеп шешкен сайын төңкерілген әппақ қосанары сыртқа шығып, менің көзімді байлап алды. Қолын анарынан сырғытып, өзі қымсынбай көрсетті. Сол сәтте бүкіл денемдегі құмарлық көтеріліп, қолымды созбай тұра алмадым. Ол еріндерімен тістелеп: "Ішейік, бір жаққа барып отырып сөйлесейік" деді. Даусы дірілдеп шыққанда қарағанда өзі де қатты қалап тұрған сияқты болды. Мен көлікті айдаладағы кафеге бұрдым. Кафеге кірген соң оның қылығы тоқтамады. Жеңіл күлкісі, еркекке еркелей қараған көзі, қолының әр қимылы мені одан сайын құмартып барады. Ол аздап ішімдік ішіп, жүзі қызарып, көзі мөлдіреп кеткенде мүлдем шыдай алмай қалдым. Әңгімеміз ұзаққа созылған жоқ. Қыздың бар болмысы құмарлық шақырып тұрды. Қасында отырған әр минут мен үшін азапқа айналды. Жүрегімде, тәнімде оны осы сәтте дәл қазір қалап тұрды. Сөйтіп кафеден шығып үйге қарай бағыт алдым. Қыз күлкісін қоймай иығыма сүйеніп, ыстық демін бетіме тигізіп келеді. Оның әр демі менің жүрегімді мұздатып, санамды өшіріп тастағандай еді. Кафеден шыққан соң қызды үйге қарай әкелдім. Үйдің іші тыныш. Әкем жұмыстан әлі келмеген. Екеумізді қойырға жер таппай құмарлық тырнап барады. Есіктен кірген бойда қыздың белінен құшақтап өзіме тартып алдым. Ол да қарсы болмады. Керісінше екі қолын мойныма орап ернімді іздеді. Ерніміз түйіскен сәтте жүрегім дүрсілдеп, бүкіл денем отқа оранды. Қыздың ыстық демі бетімді шарпып, қолыма тиген тәні дірілдеп тұрды. Бір қолын белін қысып, екінші қолын көйлегінің түймелерін шешіп жібердім. Көйлегі сырғып төмен түсті де, аппақ тырсылдап тұрған екі анары алдымда дірілдеп ақ қалды. Мен есімнен айрылғандай, ернінен мойнынан төмен сүйіп, анарына жеткенде ол ыңқылдап демін тартып алды. Екі қолымен арқамды қысып, ернін тістелеп: "Тоқтама" деді сыбырлап. Сол сәтте мен оны көтеріп төсекке лақтырып жібердім. Қыздың күлкісі аралас даусы шығып кетті, бірақ көзі құмарлыққа толы еді. Белдемшесін ішкиімін аяғынан шешпестен басынан асырып лақтырып жібердім. Оның аяқтары аққудың қанатындай ашылып, мені шақырып тұрғандай болды. Ол денесін қымтамай қайта керіліп жатып алды. Мен шалбарымды шешіп, оянып тұрған серігімді шығарып үлгерген шақ, ол қолын созып, мені өзіне тартып, ернімен қайта-қайта сүйе берді. Қыздың ыстық тәні денемнен шарпып, өзімді ұстай алмадым. "Сенің құшағыңды қалап едім" деді ол.
Мен де сені қаладым дедім. Осы сөздерден кейін көзім ілініп кетпестей, ойым өшіп қалғандай күйде барымды салып, көзімді жұмып, ырғалып істей бастадым. Ол болса екі аяғын менің арқама қысып алып, өзіне тым жақын тартты. Қыздың ыңқылы бөлмені толтырып, көрпеге оранып дірілдеп жатқанда, менің де бүкіл тәнім құмарлықтың шыңына жетті. Бір сәтке бәрі тоқтап қалғандай болды. Бірақ қыздың көзіндегі қалау әлі де өшпеген еді. Ол мені құшақтап жатып, тағы да тоқтама, өтінем деді. Мен оны қайта сүйіп тағы да бастадым. Ол менімен тоя алмайтын сияқты еді. Әр қимылында бір сәтке де қымсыну жоқ, тек құмарлық пен қалау ғана бар еді. Түн солайша ұзаққа созылды, бір-бірімізді құшақтап қайта-қайта тоғыстық. Қыз әр жолы шарқырап, өзі сұранып жатты. Мен болсам бұрын соңды мұндайды бастан кешпеген едім. Ғажайып ертегіге енгендей болдым. Сол түні менің өмірім мүлде өзгеріп кеткендей болды. Досымның айтқан рас болып шықты. Ол шынымен керемет екен. Сол түні қанша рет құшақтасқанымызды санай алмай қалдым. Қыз менен бірде-бір қымсынбады. Қайта өзі талап қылып, ернімді денемді іздеп шөлім баса алмағандай болды. Таң ата екеуміз құшақтасып ұйықтап кетіппіз. Көзімді ашсам, ол әлі қасымда жатыр. Шашы жайылып, жалаңаш денесі көрпеге әрең оранып қалған. Мойнынан сүйіп едім, жымиып, сен маған ұнайсың деді ол үйге. Осы үйде қала берейінші, сенің жаныңда, сенің серігіңді мәңгі қалап өтемін деді. Алғашында сасып қалдым. Бәрі оның көзіндегі мейірім мен қимастық, тіпті құмарлықтың өзі мені көндірді. Жүрегімді біртүрлі қалау, жіберме деген нәпсі шіркін тұрды. Қалғың келсе қал дедім. Қысқа ғана, маған да сол керек боп тұрған еді. Түн сайын, тегін. Осылайша ол үйімде қала берді. Алғашқы күндері бәрі жақсы еді. Әкем жұмыстан кеш келетін. Біз өзіміздің құмарлыққа толы сәттеріміз қайта-қайта қайталай беретінбіз. Қыздың тәніне тоймай әр жол құшақтап сүйіп, тіпті әдетке айналдырып қалдым. Үйдің барлық бөлмесінде қосылып жүрдік. Бір күні жұмыстан шаршап үйге келсем, күтпеген нәрсені байқадым. Әкемнің көз қарасы өзгеріп кеткен. Қызды дастарханның басында көрген сайын көзін тайдырмай қарайтын болды. Әкемнің жасынан қыз құмар екенін анам талай айтатын. Тіпті бала кезімде шешемнің көзі жасқа толып, сенің әкең деп жылап отыратын сәттер есімде. Бірақ ол кезде ештеңені түсінбейтінмін. Енді сол әдет қайталанып жатқандай. Әкем бірде әзілдеп, әй қыз сұлудың сұлу екен деді. Оның көзіндегі отты көріп, жүрегім шым ете қалды. Бірақ мән бермегендей болдым. Қызды ыңғайсыздан ба ернін тістеп күлді. Сол күлкісі әкемнің жанарынан одан сайын тұтатты. Кешкісін жұмыстан ертерек келіп едім. Үйдің есігі жабық, бірақ іштен сыбыр естілді. Бөлмеме жақындаған сайын жүрегім зулап, ішім бір сұмдықты сезді. Есікті ақырын аштым. Көргенім жанымды өртеп жіберді. Менің төсегімде жалаңаш денесін жаппай, әкемнің құшағында жатқан қызым. Екеуінің ыстық демдері араласып құмарлыққа беріліп бара жатыр екен. Қолым дірілдеп, көзім қанталып кетті. Бәрі естіме түсті. Шешемнің жылап отыратын көздері, әкемнің көйлегіндегі бейтаныс әйелдің далап ізі. Енді міне сол әдет маған жетті. Тамырым шыдай алмай тарс етіп жабылды. Қаным басыма шығып айғайлап жібердім. Қыз болса шошып орнынан тұрып үстін жаба алмай қалды. Әкем болса жерге кірерде ұялып үнсіз бір жолата кетіп қалды. Сол сәттен бастап менің әкем деген адамға көз қарасы мәңгіге өзгерді. Қыз жылап етегіме жабыса кетті. Жаным, түсінші мені, сенің әкең мені арбап алды. Мен шарасыз болдым, ол мені қорлады деп еңкілдеп қоя берді. Мен оның көз жасына біраз қарадым да басымды шайқадым. Жоқ, бұлай өтірік айтпа. Сен өз еркіңмен бардың оған. Маған да дәл солай жабысқансың. Сен талайдың астынан өткен салдақсың. Енді бәрін жасырып кінәні әкеме артып отырсың ба? Сенбеймін деп ашығыла булықтым. Қыз жылап жалынды. Жоқ, сенсіз өмір сүре алмаймын. Мен сені сүйемін деді. Бірақ менің жүрегім тасқа айналып кеткен екен. Кет, көзіме енді көрінбе деп қолымды бір сілтеп сыртқа шығып кеттім. Сол сәтте мен әкемнің де қыздың да сатқандығын толық сезіндім. Қызды қуып шыққанымда біраз уақыт өткен. Өзімді зорға жұбатамын, бірақ жүрегімнен кетпейді. Бір күні кешкісін есігім қайта қағылды. Ашсам сол қыз, бұрынғыдай емес, жүзі солғын, көзі жасаурап тұр.
дірілдеген даусымен: «Жаным, мен саған айтуға келдім, менің аяғым ауыр» деді. Жүрегім атқақтап, демім ішіме тығылды. «Не? Қалай?» деп сыбырладым. Қыз еңкілдеп жіберді: «Білмеймін, сенен бе әлде...» «Кешірші өтінем, біз сезімге беріліп сақтануды ұмытып кетіппіз. Енді не болады?» Жер астынан су шыққандай талықсып бара жатқандай болдым. Басыма мың ой келді. «Менің балам ба, әлде...» Ойлаудың өзі жеркеніш деді. Қыз тіземнен құшақтап жылап жалынды: «Жаным, сенсіз мен өлгеннен бірдеймін. Сен ғана менің тірегімсің» деді. Мен жүрегімді ашуға да, сүйіспеншілікке де берілмей тас болып қатып қалдым. «Жоқ, маған сенің сөзіңде, көзіңде жалған. Егер балам менікі болса, енді сенің қасыңда болмаймын. Әкемнің күнәсін көтеріп жүре алмаймын» дедім. Қыз болса еңкілдеп жылап қолымды жібермей тұрды. Көз жасына қарамай қолымды жұлып алып артқа шығып кеттім. Көңілдегі дауыс тоқтамады. Егер ол шынымен менің балам болса несе? Жоқ, қанша сұлу болса да, төсекте от болса да, мен мұндай қызды жар етіп ала алмаймын. Мен терезе алдында ұзақ отырдым. Қыздың айтқан сөзі құлағымнан кетпейді. «Аяғым ауыр, сенен бе әлде...» «Білмеймін». Жаным екіге арылғандай. Бір жағым: «Бұл сенің балаң, жауапкершіліктен қашпа» десе, екінші жағым: «Жоқ, бұл сенің әкеңнің күнәсі, жиіркеніш, мұндайды кешіруге болмайды» деп шыңғырады. Анамның жылаған жүзін есіме алдым. Әкемнің көйлегіндегі қызылдалап іздерін. Сол үшін анам сырқаттанып ерте кеткен. Енді міне әкемнің азғындығы маған да жетті. Түнде көз іле алмадым. Тек бір ой ғана миымды қинап тұрды. Егер ол бала шынымен менікі болса ше? Ертеңінде қыз тағы келді. Ішін ұстап жылап тұр: «Жаным, сенен безсем қайда барамын? Бұл бала екеуміздің махаббатымыздың жемісі шығар. Сенсіз мен тірі өлікпін» деп жылап алдыма тізерледі. Менің жүрегім дір ете қалды. Бір сәт оны құшақтап бәрін ұмытып кеткім келді. Бірақ көз алдымда әкемнің қолы тиіп жатқан сәт елестеп жүрегім айнып кетті. «Жоқ, мен саған сенбеймін. Егер ол бала менікі болса да, сенің қасыңда бола алмаймын. Әкем екеуінің араларындағы кірді ешкім жуа алмайды» деп айқайлады. Қыз жерге құлап еңкілдеп жылады. Ал мені есік тарс жауып кетіп қалдым. Сол түні ішім жылап отырып ойланып жаттым. Бәлкім ол бала расында менікі шығар. Бәлкім болашақта көшеде кездесіп қалармыз. Ол мені әке деп танып үлгермей өсіп кетер. Бірақ мен бір шешімге келдім. Менің әкемнің күнәсін арқалап өмір сүре алмайды екенмін. Ол қыз да, оның баласы да менің тағдырымнан тыс. Есімді жиғанда түсінгенім, бір сәтті құмарлықтың арты отбасында әкелік абыройды да, аналық жүректі де өртейтін сор екен. Мен ойландым: шын махаббатпен, шын сыйластықпен жарымды таңдасам ғана бақытты боламын. Ал уақытша құмарлық ертеңгі күні өкінішпен басқа ештеңе әкелмейді екен.